Түтін мұржасына қатысты тиісті сараптама жүргізіліп, қорытындысы шығарылды. Құрылысқа жауапты бас мердігер ұйым Қазтеплоспецстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1 наурызға дейін барлық бүршіктеу жұмыстарын жүзеге асырады. Ал нысан құрылысының мерзімі, сондай-ақ жоба сомасы өзгеріссіз қалады. Айта кетейік, жаңа мұржаның биіктігі 180 метр болады деп жоспарланған. Оның 39 метрі салынып тасталған. Енді ол қайта негізіне дейін бұзылатын болады. Жауаптылардың айтуынша, құрылыс биылғы жылдың соңына дейін аяқталмақ. Дополнительных затрат. Тапсырыс беруші тарапынан, яғни Севказэнерго акционерлік қоғамының тарапынан қосымша шығындар жұмсалмайды. Барлық шығындар тікелей мердігердің шығындары болып табылады. Жоба инвестициялық бағдарлама аясында жүзеге асырылуда. Мұржаны салу мерзімдері бұрын айтылғандай 2024-25 жылыту маусымында аяқталады. Айта кетейік, мердігермен жасалған шарт қосылған құн салығынсыз 2,1 миллиард теңгені құрайды. Қазтеплоспецстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директор ретінде барлық шаруа уақытында тындырылады деп сендірді. Дана Асылханқызы, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.